Қыз баланы құрметте. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Бір жаққа шыққанда қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бірде қарындасы аттан көз жазып қалыпты. Ағасы ат қайда деп сұрайды. Қарындасы көз жазып қалдым дейді. Ағасы ашуланып жоғал онда деп қарындасына қолы тиеді. Қыз ағасына өкпелеп басы ауған жаққа кетіп қалады. Жолда келе жатып, бүйткен ағам бар болсын, онан да тас бауыр боп құсқа айналып кеткенім жақсы емес пе дейді. Содан тілегі қабыл болып, заматта құсқа айналып кеткен екен. Ертеңіне ағасы қарындасын іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың түбінен қарындасының киімдерін көреді. Ағаштың бұтағынан бір құс қонып отыр екен. Жақын барса, әлгі құс көк-көк деп дыбыстайды екен. Қарындасы бұрын ағасын көке деп атайды екен. Құстың көк-көк деген дыбыстағаны көке деген екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Аңыздың айтуынша, ағасы қатты қайғырғаны сонша самай шашы ағарып кетіпті. Ал беймәлім құс содан бастап ел арасында көкек атаныпты. Көкектің өз атын өзі шақырады дейтіні, көкесінің атын атағаны байланысты деседі. Осыдан бастап ел ішінде қыз баланы ренжітпеу керек, қарындасына қол көтеруге болмайды деген ырым-тыйым пайда болыпты. Қарындасты қадірлеу жөнінде тағы бір аңыз былай дейді. Қорқыт ата 40 жыл өлімнен қашады. Ажалға айла таппай ұзақ жасапты. Өлімге себеп болар барлық апаттан алдын алып, аралда қобызын зарлатып отырады екен. Оған шәкірттері тостақпен ас әкеліп тұрады. Бір күні қарақұрт тостаққа жабысып, аралға өтіп кетеді. Қорқыт ауқаттанып отырғанда өрмекші башпайын шағып алады. Қорқыт қарақұрттың уынан ісініп, дірілдеп, жан алқымға келеді. Соңғы демі үзілер шақта шәкірттеріне, мені кебіндеп жерлегенде сол аяғымның башпайын көнбей сыртқа шығарып тастаңдар деп өсиет айтады. Сонда шәкірттері, баба, неге олай дейсіз дейді. Себебі бозбала шағымда сол аяғымның башпайы қарындасыма тиіп кетіп еді. Қарындасымның қолы не аяғы тигендердің көрдегі азабы қатты болады. Қорқыттың оқиғасы қыз баланы құрметтеп, оған қол көтеруге тыйым